Шахмат ойлау қабілетін дамытуға таптырмас ойын. Ол бірінші болып қадам жасауға үйретеді. Шах и мат. Әлемдегі ең ұзақ ойын 1889 жылы Белградта тіркелген екен. Бұл ойын 2 сағат 15 минутқа созылған. Ойын барысында 269 жүріс жасалғанымен нәтижесінде 2 ойыншы тең түскен. Қайырлы таң көрермен, бүгін 15 ғасырдан бері өзектілігін жоймай келе жатқан шахмат ойыны туралы айтамыз. Шахмат 6 ғасырда ежелгі үнді жерінде пайда болған спорт түрі. 7 ғасырда бұл ойын парсы жеріне келді. Ойын атауы да дәл осы парсы тілінен шыққан. Ал шах және мат сөздері парсы тілінен аударғанда патша өлді деген мағынаны білдіреді екен. Шах и мат. Игра закончена. Спасибо. Тұрыңыз. 1853 жылы шахмат ойыны кезінде 2 қатысушының бірі ұйықтап кетеді. Нәтижесінде төреші ойын аяқталмады деп шешім қабылдады. Сол себепті болар араға жылдар салып, 1883 жылы британдық Томас Уилсон шахмат ойыны үшін механикалық сағат ойлап тапты. Шахмат ойнау арқылы адамның ойлау қабілеті дамиды. Сондай-ақ дәрігерлер Альцгеймер ауруымен күресу үшін науқасқа шахмат ойнауды ұсынады. Бірақ ойынның пайдасы мұнымен шектелмейді. Біздерде, жалпы шахматистерде визуалды жад, яғни визуалды есте сақтау қабілетін жақсы, қалай айтсам, дамытады. Үшінші кезекте ол әрине логика, бәрімізге белгілі. Жалпы логикалық ойлау баланың өмірде дұрыс шешім қабылдай білуі, қандай да бір мысалы сұрақтарға жауап беру болмаса сұрақ қою, өз бетімен шешім қабылдауына көмектеседі. Алматы қаласы шахмат академиясында 1200-ден астам бала мен жасөспірімдер шахматтың қыр-сырын меңгеріп келеді. Үйренемін деушілерді 4 жастан бастап қабылдайды. Бастапқы деңгейде білім алу құны 21 мың теңгеден басталады. Сондай-ақ қалада көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін тегін үйірмелер де қарастырылған. Мысалы, Шыңғауырлеу әлеуметтік клубында шахмат үйірмесіне 600 оқушы қатысады екен. Ең кереметі, балаларды бұл спорт түріне зейнеттегі ұстаздар баулайды. Мысалы, мен 40 жыл мұғалім болдым. Сонша жылғы еңбегімнің тағы нәтижесін немерелеріме берем. Сондай мен үшін өте қуаныш, даже бақыт деп ойлаймын да, немерелерім. Қарайсың, үйретесің шахматты, көздері жанып тұр. Одан ары сондай өзіңнің үйреткің келеді. Сондай оларды бауырыңа басып, мейіріміңді беріп, мүлдем ойнаймын деген баланың өзіне сен ойнайсың. Мысалы, балапаным, осылай айтасың, жарығым, күнім деп. Сондай делсең, ойланамай отырған баланың өзі ойланып, сондай құлшыныс пайда болады да. Қазақстандық спортшылар шахмат турнирлерінде көк байрағымызды көтеріп келеді. Жақында ғана Бибісара Асаубаеваның әлем шахматы тарихындағы ең жас чемпион атануы соған айқын дәлел. Осы спортты меңгеріп келе жатқан бүлдіршіндер де еліміздің атын әлемге танытады деген сенімдемін.